Керемет хабар! Осы хабарламаның астына бір емес ондаған лайк бассаңыз, оған тұрарлық. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен? Біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтардан намаздан бақылап отырыңыз. Видео кеңінен тарап, қажетті жерлерге жету үшін видеоның астындағы бір дана лайк және жазылу түймелерін басыңыз. Қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларына тисін. Бізге қосылыңыздар. Біз сізге ең жақсысын жеткізуді жалғастырамыз. Ендеше біз бастадық. Биыл қыркүйекте қазақстандықтар 9 күн демалады деп хабарлайды Массагет.kz. Алдағы қыркүйекте қазақстандықтар күндізбеде сенбі және жексенбіге сәйкес келетін 9 күнде демалады. Бұлайда мемлекеттік мерекелер жоқ. Осылайша демалыс мына күндерге сәйкес келеді: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 және 30 қыркүйек.